Сіз қоқысқа лақтырып жүрген лимон жиет аурудың алдын алады. Сіздермен бірге жаңға дауа арнасы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізді одан сайын шабыттандырады. Тамағыңыз, ішіңіз, тіпті бауырыңыз ауырса да, бірден лимонды еске алыңыз. Лимон қандай ауруға шалдықсаңыз да көмектесетін жеміс түрі. Өйткені оның құрамында дәрумендер, пайдалы элементтер көптеп кездеседі. Қазір біз сіздердің назарларыңызға лимонмен емдеуге болатын жеті ауру түрін ұсынамыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймыз. Тамақ ауруы, ангина. Тамағыңыз қатты ауырған кезде лимонның жартысын алып, қабығымен бірге жеңіз. Ащы, бірақ өте пайдалы. Сонымен қатар лимон шырынымен де тамағыңызды шайсаңыз болады. Ол үшін лимонның 1/3 бөлігін алып, сумен араластырып, тамағыңызды сағат сайын шайып тұрыңыз. Немесе күніне 3 рет тамағыңызға жағыңыз. Бронх қабынуы, бронхит. Егер бронх қабынуына дейін жетсе, онда 50 грамм үккіштен өткізілген ақ желкек пен 2-3 цитрустық жемістің шырынынан сусын жасаңыз. Кейін соны шай қасықпен күніне бірнеше мәрте тұтынып көріңіз. Алайда артынан ештеңе ішпегеніңіз дұрыс. Сарымсақ араласқан лимон сізге денсаулығыңызға күшті әсер етеді. Оны дайындау үшін сіз 5 лимон мен 4 сарымсақ бөлігіне 1 литр қайнаған су құйып, қақпағын қатты жауып, 5 тәулік мұздай қараңғы жерде ұстауыңыз керек. Дайын болған соң күніне 3 рет тамақтан 20 минут бұрын шай қасықпен ішіңіз. Жүрегіңіз айныса. Жүрегіңіз айнып, майлы тамақ жегеннен кейін құсқыңыз келсе, жарты лимонның шырыны мен жарты шай қасық ас содасын араластырып ішсеңіз, ауруыңыз бірден басылады. Тұмау. Тұмау кезінде дәрілік шөптермен және лимонмен шай ішіңіз. Әсіресе жалбыз, қырмызы, шатыраш, қырық буын, бақа жапырақ секілді шөптермен ішкеніңіз жақсы. Мұндай қоспалар ағзадағы кальций мөлшерін көбейтеді, ал кальций қызуыңыз көтерілгенде керемет көмектеседі. Жүрек қан тамырлары жүйесінің ауруы, атеросклероз. 1 ас қасық қарағай қылқанына 1 стакан қайнаған су құйып, 30-60 минут суығанын күтіңіз. Дайын тұнбаны сүзгіден өткізіп, қабығы ашылған және ұнтақталған жарты лимонмен араластырып, күніне 3 рет тамаққа дейін тұтыныңыз. Емдеу курсы 15-20 күн. Бауырдың қабынуы, гепатит. Мұндай ауруға шалдықсаңыз, лимон суын немесе шырынын күн сайын міндетті түрде тұтыныңыз. Ол лимонның қабығын аршып, 2-ге бөліп, үстіне қайнаған су құйып, 12 сағатқа қалдырыңыз. Дайын болған соң 1 стаканнан аш қарынға ішуді ұмытпаңыз. Артериялық қысымның төмендеуі, гипотония. Артериялық қан қысымыңыз жиі төмендесе, 5-6 лимонды ет тартқыштан өткізіңіз. Дайын болған лимон еспесіне 100 грамм шағыр гүлінің жапырағын қосыңыз. Бұл дәрілік өсімдікті барлық дәріханадан табуға болады. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған жаңға дауа арнасы каналға тіркеліп, лайк басып, бізді қолдап кетіңіз.